Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен Қазақстандық Рапунзель Мөлдір Бекжанмын. Қазақстан бұрымды қыз байқауының жеңімпазы. Шашымның ұзындығы жерге дейін жетеді. 21 жылдан бері өсіріп келе жатырмын. Қазіргі уақытта әлеуметтік желілерде шаш күтімі туралы кеңестеріммен бөлісемін. Осыған дейін көптеген телеарна басылымдарға шыққанмын. Сол себепті қолдан жасалған маскаларым болсын, өзімнің шаш күтімім болсын, біраз адамдарға таныс. Егер сіз менің осы видеомды көріп отырсаңыз, онда менің шаш күтімі курсым туралы білгіңіз келіп отырған болу керек. Әсіресе сізде шаш түсу немесе шаш ағару деген үлкен проблема болып тұр. Достар, менің әлеуметтік желілердегі парақшаларыма және WhatsApp-ма да болсын көптеген оқырмандар тарапынан хаттар келіп жатыр. Мен барлығына жауап беріп үлгере алмағандықтан және сіздерге толығырақ түсіндіргім келгендіктен осындай видео форматты қолданғым келіп отыр. Сол себепті видеоны басынан соңына дейін толық көріңіздер. Ең бірінші проблема шаш түсу туралы. Шаштың түсуін тоқтатуға болады қалай? Мынау менің үйімде жиналып қалған шаштар. Яғни әр жыл шашымды тараған сайын осында жинап отырам. Ал енді шаш қалай түсіп бастайды? Басында шаш аз-аздан түсіп бастайды. Сонан кейін біраз уақытта тарақтан сіз уыстап жинап алатын боласыз. Онан кейін шашыңызды жай қолмен сипағанда немесе тартқан кезде шаш түседі. Резинкамен буған кезде шаш түседі. Ал егер сіз осы кезде тоқтатпайтын болсаңыз, онда шаш ойылып түсе бастайды. Оқырмандарым айтқандай, жазғандай, маңдайынан ойылып бастап еді, сосын арт жаққа қарай кетіп бара жатыр, немесе әр түрлі жерден ойылып бастайды да, сонан кейін бұл ойықтар көбейе бастап, соңында таздыққа әкеледі. Осындағы ең үлкен қателік және ең үлкен проблема шаш ойылып қалды, бірақ әйелдер еш нәрсе істемеуінде немесе орамалды тартып алады да менің шашым көрінбейді деп жүре береді. Одан қалса шаштары кез болып үйісіп қалған, мен оны тарасам шашым түседі, сол себепті мен шашымды тарауға қорқам дейді, шашты тарамайды. Бұл дұрыс емес. Шаш үнемі біз шашымызды тарап тұруымыз керек. Себебі ол табиғаттың заңдылығы. Ал егер біз шашымызды қорқып тарамайтын болсақ, онда сіз тек қана жағдайды ушықтырып жатсыз. Осы жерде шаштың түскен дәрежесі өте жоғары, күннен күнге шашым жұқарып бара жатыр да, еш нәрсе істемеймін деп отырғандарыңыз енді өте өкінішті жағдай. Қалай еш нәрсе істемей отырасыздар? Егер сол шашты басында аз-аздап түсе бастаған кезінде сіз емдеп соның түсуін тоқтатқанда, қазір ойылып қалып, тазанып қалып отырмайтын едіңіз. Оған қоса, достар, мен оқырмандарымның ішінде дәрігерге де бардым, трихологқа да бардым, түрлі шампундарды да қолдандым, тіпті мезотерапия жасап, ешқандай нәтиже шықпады деген адамдар бар. Қазір бір оқырман туралы айта кетейін. Ол кісі 7 жылдан бері шашымен айналысып келе жатыр. Тапсырмаған анализі жоқ. Енді бірақ шашынан еш нәтиже жоқ және мезотерапияның өзінен нәтиже жоқ. Неге? Осының және 7 жыл бойы осы шашына миллиондап ақша құртқан. Неге? Себебі ол барлық проблеманың ең үлкені бұл шаш қана деп ойлаған ғой. Шаш түссе демек менің шашым ғана осы деп тек қана шашпен айналыса берген. Трихологқа да барғанда ол шаш туралы ем берген, мезотерапия ол кезде де шашты ғана емдеген. Дұрысында негізі емді ағзадан бастау керек. Сіздерге түсіндіру үшін мына гүлді пайдаланайын. Мына гүлдің мынандай жапырақтар солып жатыр, немесе сарғайып кетті деп елестетейік. Сол кезде осы гүлдің жағдайы осындай нашарлап жатса, біз оған апарып спрей шашамыз ба, жапырақтарын сүртіп тазалаймыз ба, кешке дейін жапырағымен айналыса берсек, бұдан бір нәтиже шыға ма? Шықпайды ғой. Ал негізгі проблема қайда жатыр? Оның тамырында жатыр, оның топырағында жатыр. Міне, тек қана шашпен айналыса бергендіктен қанша емдесеңіз де одан нәтиже шықпайтыны осы. Ал егер шашым қой түсе берсін, жұқара берсін, жарайды қойшы деп жүре берсеңіз, онда таңдау өзіңізде. Не сізде екі таңдау бар. Не шашыңыздың осы түсуін тоқтатып, оны емдейсіз, немесе солай жүре беріп, әбден шашыңыз жұқарып, өте жұқарып кетеді, немесе шынымен де таздық деңгейге жетеді. Енді екінші шаш ағаруға тоқталайық. Қызымның жасы 12-де, 17-де, ұлым 25-де, немесе өзім 34-37-демін, шашым қатты ағарып кетті дейді.
Бұл өте үлкен қиындық. Сіздің геніңіздің өзінде болғанда да шаштың осыншалықты қатты ағарып кетуі деген қалай 17 жаста, қалай 18 жаста шашыңыз ағарып кетеді. Және ең бір нашар жағдай, сол шаштың ағарып кеткеніне ешкім мән бермейді да. Бала да ештеңке жасай алмайды. 12 жастағы бала не жасай алады? Соның анасы шашы ағарып кетті, болды, ештеңке істемейді, қалай сіздер отырасыздар деген сұрақ. Енді шаш неге ағарады? Адамның ағзасында меланин деген қара пигмент бар. Ол мына шаштың, одан қалса көздің дегендей жалпы соның түстеріне жауап беретін пигмент. Осы меланин азайған кезде шаш ағара бастайды. Ал егер сіз осы адам ағзасындағы осы меланиннің қорын толықтайтын болсаңыз, онда шаш табиғи түрде қарая бастайды. Бірақ мына мәселе, шаштың ағаруына қандай жағдай әсер етті? Бұған бірнеше факторлар әсер етуі мүмкін. Түсуіне де сондай. Стресс әсер етуі мүмкін. Біріншіден, мен көп оқырмандармен сөйлескенде аяқ астынан жақыннан айырылады, одан қалса аяқ астынан бір үлкен аурулармен ауырады, тағы да мысалы онкологиялық аурулармен ауырғанда шаш толықтай сыпырылып түсіп қалатын жағдайлар болады. Өте бір жақыны қайтыс болғанда шаш ағарып кететін болады. Өте аз уақыт ішінде. Бұның барлығы не деген сөз? Шаштың ағаруына қандай да бір ағзаңыздағы жағдайлар, аурулар, стресс, одан қалса шаштың өзінің күтімінің дұрыс болмауы, осылардың барлығы шаштың түсуіне немесе ағаруына алып келеді деген сөз. Не істейміз? Осы ең бірінші не себеп болды соның түсуіне алып келген, соны анықтаймыз. Бірақ кейбір адамдар оны да білмей не себеп болған дейді. Оның кейін екіншіден жаңағы меланиннің орнын толықтырамыз. Оның кейін үшіншіден адам ағзасына витаминдер жетіспегендігі себепті де шаштың ағаруы немесе түсуі мүмкін. Неге? Себебі қазіргі кезде біз жейтін ішіп жемнің өзі дұрыс емес, экологияның өзі дұрыс емес, ұйқының өзі дұрыс емес, спортпен адамдар айналыспайды, артық салмақ жинап алған. Осының барлығы шаштың ағаруы мен түсуіне алып келеді. Бұлардың әрқайсысы жеке-жеке факторлар осы проблемаға алып келген. Ал енді бұл қазақстандық Рапунцель, бұл қыз өзі кім, қалай ол шаштың табиғи түсін қалпына келтіріп, қалай шаштың түскенін тоқтатайын деп отыр. Менің курсымның аясында дәрігермен жұмыс жасайсыз. Сізге нақты осындай жағдайда не істеу керек, соның методикасы, соның жолы беріледі. Егер айтылған бойынша жасайтын болсаңыз, онда аз дегенде 3 немесе 6 айдың ішінде нәтиже көресіз. Бұл тағы да әркімнің денсаулығына, емді дұрыстап қабылдауына байланысты. Яғни сіздің өзіңіздің ниетіңізге нақты мен осымен жұмыс жасайын дегенге байланысты. Осы жерде тағы бір нәрсені айта кетейін, бояуға байланысты. Шашымды 2 айда бір бояйын, онан кейін 1 айда бір, 15 күнде бір бояйын деген мен үшін потолок болды. Қалай 15 күнде шашыңды бір бояйсың десем, маған жазыпты 10 күнде бір бояйын дейді. Сонда енді 10 күнде бір бояп, оның уақыты қысқарғанда сіз аптасына 1 рет бояйсыз ба? Бояудың өзінің құрамында қаншама химикаттар бар. Химикаты жоқ деген бояу жоқ. Соны түсініңіздерші. Барлығының құрамында ол химикат болады. Ал егер сіз арзан, кез келген бір бояуды алып бояй берсеңіз, онда жағдайыңыз тіпті нашар. Бірден бетіңізге ашық айтайын. Себебі оның бояудың құрамындағы химикаттардың барлығы бас терісі арқылы организмге өтіп, ол біздің денсаулығымыздың зақымдануына, шаштың зақымдануына, одан қалса, олардың барлығы адам ағзасындағы рак клеткаларының, яғни неше түрлі қауіпті үлкен аурулардың туындауына себеп болуы, солардың туындауына алып келуі әбден мүмкін. Сондықтан сізде таңдау. Не осы шашыңыздың түсуін, ағаруын тоқтатып, соның барлығының алдын аласыз, не сонымен жүре бересіз. Орамалдың астында бояп дегендей, ақшаңызды бояуға құртып, бірақ әрине оның барлығы ем барысында сіздің денсаулық жағдайыңызға қарай болады. Дегенмен де шынайы ниет етіп жұмыс жасайтын болсаңыз, Алла қаласа жақсы нәтижеге жетесіз. Ал енді достар, сол дәрігердің маған номерін бер, инстаграмын бер, ол қандай деп. Мен ол дәрігер туралы сіздерге ақпарат жібере аламын, бірақ жеке ақпараттарын бере алмаймын. Сол себепті артық орысша айтқанда нагла сұрап, ондай данныйларды менен сұрамаңыздар, мен жібермеймін. Тағы бір мәселе, бір адамда шаштың түсуі де бар, шаштың ағаруы да бар. Бұл жерде мәселе өте қиын.
Сол себепті ондай жағдайда тіптен оны емдеу керек, басқаша амал жоқ. Сонан кейін мына шаш пен бет деген ол біздің айнамыз, біздің ағзамыздың айнасы. Егер біздің ағзамызда бір нәрсе біздің денсаулығымызда дұрыс болмаса, сол шаш пен беттен шығып тұрады. Соны түсініңіздер. Сіздер оны қазір оған мән бермей, қаншалықты көз жұма қарағанмен, ол бәрібір ертең басқа жеріңізден шығады. Ал енді балаларыңызда сондай жағдай болатын болса, оның жауапкершілігі ата-анада. Мен тіпті мынандай жағдайда айтар сөзім жоқ бар ғой. Қараңызшы, 17-18 жастағыңыздағы қыз күйеуге тиейін деп тұр ғой. Сонда оның шашы түсіп жатса, таз болып жатса, шашы ағарып жатса, сіз қалай оның көрпесін жасап, оны күйеуге берейін деп дайындалып отырасыз? Демек, оның ішкі ағзасында да ақау болуы мүмкін. Сондықтан көрпе жасамаймыз. Бірінші қызыңыздың денсаулығын дұрыстаймыз. 18 жасқа дейін бүкіл қызыңыздың күтімі сіздің қолыңызда. Маған қаншама қыздардың хат жазатын білесіздер ма? 13-те, 12-де мен не айтам оған? Оған анасы айту керек еді шын мәнінде. Мен түсінем, өткенде бір әйел жазыпты, мен шампуны алайын деп едім. Шампунның бағасы мен айтып сатып жүрген құрамы табиғи 12.000 теңге. Енем айтты, біз оған бір мешок, бір қап ұн алатын едік деп. Әрине, әркімнің жағдай әртүрлі, өзіңіз білесіз. Бірақ әйел әркім өзі үшін қымбат. Егер сіз өзіңіздің денсаулығыңызды емес, бір қабында артық көретін болсаңыз, онда соның нәтижесін көресіз.